Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен мен Барс. Достар, бүгінгі видеода біз Live Russia'да Бомбурдтың өмірін жалғастыратын боламыз. Мен Москва серверінде ойнаймын, сонымен қатар арна тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Ал біз өз видеомызды бастаймыз. Алдыңғы видеода біз осы правительстводан лицензия таппадық. Дәл қазір біз лицензия тауып, оружие лицензия сатып алатын боламыз. Бұл бізде квесттің бір мүшесі. Және плюс біз бір квест орындаймыз. Осы квест үшін бізге 10.000 рублей және бір опыт берілді. Енді біз квест бойынша аксессуар магазинге барып, өзімізге аксессуар сатып алу керек болатынбыз. Дәл қазір GPS-тан біз аксессуар магазин белгіледік және ішіне кіріп аксессуар сатып алатын боламыз. Аксессуар магазин ішіндеміз, осы жерде да кнопкасын басамыз және үшінші пункт, яғни маски деген кнопканы басамыз. Және осы жерде 40.000 рублейға осы бір масканы сатып алатын боламыз. Ең арзаны осы купить да. Болды, енді выход кнопкасын басамыз. Осы квест үшін бізге 10.000 рублей және 2 опыт берілді. Біз осылайша екінші левелға өттік. Квест бойынша біз кез келген отдел кадров, яғни организация кіру керек екенбіз. Мен өзім армияға кіргім келді, бірақ бізде закон службасы деген аз болды. Сондықтан мен өкінішке орай армияға кіре алмайтын болдым. Live Russia'да бірінші рет екінші уровеньге сай жұмыс істейтін боламыз. Начать кнопкасын бассақ, сразу киімімізді ауыстырып, скутер береді екен. Және осы жерден біз доставка алады екенбіз, және біз квартира 535 квартирада доставка апарады екенбіз. Осы жерден біз доставканы алады екенбіз, бір пицца және бутерброд, колбаса, едеме сондай бірдеңе алдық және сразу квартираға апарып беретін боламыз. Әрен дегенде біз өзіміздің 535 квартираға барып, доставкамызды беріп, ақшамызды алған болатымыз. 3200 рубль таптық бір доставкадан. Бұл ақша новичоктар үшін жақсы ақша деп ойлаймын. Сондықтан курьер жұмысын істеуге сіздерге кеңес беретін боламын. Ал құрметті көрермендер, осылайша Бомбурд ең алғаш өз ақшасын тапқан болатын. Видеоны арна тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алдыңғы бөлімде сіздерге айтып кеткенде 20 лайк жинасаңыздар, екінші бөлім шығады деп едім. Сіздер бірақ 26 лайк жинасаңыздар, сіздерге үлкен рахмет айтатын боламын. Енді келесі бөлім, яғни үшінші бөлім 30 лайкта шығатын болады. Сонымен қатар біздің каналда көпсі тіркелмей көреді екен, сол үшін арна тіркеліп, осы менің видеоларымды үзбей көрулеріңізді сұраймын. Ал сіздер мен болған Барс, всем давайте удачи!